Сәлеметсіздер ме құрметті ұстаздар мен қатысушылар. Мен Аманбай Сұлтанбек, нөмір 20 Мұхтар Әуезов атындағы Шатыл білім беретін орта мектебінің 9-сынып оқушысымын. Сіздерді қауіпсіз көлік жобасымен таныстырайын. Бұл жобаның мақсаты әрбір көлік иесіне жататын мәселелерді алдын алу, соның ішінде көлік жүргізушілерін жөндеу жұмысын жеңілдету мен өрт қауіпсіздігін алдын алу. Жобамды қорғамастан бұрын мен сіздерге басынан өткен оқиғаны айтып берейін. Бір рет түн уақытында әкем екеуміз қаласында көлікпен жол жүріп келе жатқан болатынбыз. Кенеттен көлігіміз бұзылып тоқтауға мәжбүр болдық. Көлікті жол шетіне қойып капотты аштық. Мотор бөлімі қараңғы болғандықтан бізге жарық шам, яғни фонарик қатты қажет болды. Өкінішке орай әкемнің ұялы телефон қуаты таусылған еді, ал менде телефон болған жоқ. Біз жол жөнекей кетіп бара жатқан көліктен көмек сұрап, ол көліктің фарасын біздің көліктің капотына баптап өз көлігімізді жөндеп алдық. Осы жағдайдан ойлана келе, осындай жағдай қаншама көлік жүргізушілерінің басынан өтіп жатыр. Осы жағдайдың шешімін ойлап тауып, осы макетті ойлап таптым. Бұл макеттің артықшылығы капоттың ішінде жарықшамның орналастырылуында. Бұл жарықшам мотор үстіне түсіп, барлық жерге жарық береді. Соны жалғау үшін аккумулятордан шыққан плюс-минус тоғымызды плюсті тікке дейін лампаға, ал минусты ажыратқыш арқылы лампаға жалғадым. Ажыратқыш капоттың ашылып жабылуына байланысты жұмсайды. Яғни капот ашық тұрған кезде жарық жанып тұрады, ал капот жабылған кезде ажыратқыш автоматты түрде тоқты айырып жарық сөнеді. Егер біз бұны автокөлікке қондыратын болсақ, бізге 12 вольттық арнайы диодталған лампа мен реле арқылы міндетті түрде сақтандырғыш пен генератор жүйесін жалғаймыз. Ал егер жүк көлігіне қондыратын болсақ, 24 вольттық арнайы диодталған лампаны реле арқылы міндетті түрде сақтандырғыш пен генератор жалғаймыз. Реле бұл көлік ішіндегі аз күшті ток пен үлкен қуатты токты басқару жүйесі. Яғни сіз кез келген әлсіз сигнал мен кішкентай кнопкамен үлкен қуатты затты қосып өшіруге мүмкіндік аласыз. Және реленің өзінің байланысты схемалары бар. Кез келген қосу құрылғыңызға байланысты. Бұл реледе көріп тұрған сандарыңыз, бұлар жан жаққа беретін токтардың күші, яғни ампер. Енді жобамыздың келесі мәселесіне көшейік. Бұл біздің қаламызда орын алған жағдайлар. Бұл видео деректер интернет желісіне алынған. Қазір көлік жүргізушілер көп, бірақ бәрі шебер емес. Осындай шебер емес көлік жүргізушілер салғырттығынан кейде көліктің жанып кетуі, өртеніп кетуі жиілеп кетті. Осындай жағдайды алдын алу мақсатында мен бұл көлікке дабылғаққыш қондырдым. Дабылғаққыш көлік ішіне иіс түтін шыққанда дабыл қағып, жүргізушінің назарын салады. Енді жобамның келесі мәселесін экспериментпен көрсетейін. Мен бұны макет болғандықтан 9 вольттық аккумулятормен қосып келдім. Егер де автокөлікке қондыратын болсақ, біз бұны 12 вольттық арнайы релемен көлік құралына жалғайтын боламыз. Дабылғаққыш қосылғанда 2 рет дабылғады, яғни қосылды деген белгі. Сіздерге бұны көрсету үшін кез келген жанғыш материал мен от көзі қажет болады. Мен бұл жобаны Маңғыстау облысы төтенше жағдай департаментінің бас маманымен сұхбаттастым. Енді сол кісінің пікірімен бөлісейін. Біз бұл жобаны қолдаймыз. Капотына жарық орнату және көлікке дабылғаққыш орнату бойынша бірге талқылап өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Аймақта көлік жүргізушілер жоба тақырыбына байланысты сауалнама алдым. Енді сол сауалнаманың үзіндісіне назар аударайық. Бұл сауалнама байланысты жалпы көк жиекпен белгіленген бұл бізде қолдаушы жүргізушілер, ал жасыл жиекпен белгіленген бізде бейтарап жүргізушілер. Осы сауалнама байланысты жалпы қарсы шыққан жүргізушілер мүлдем кездескен жоқ. Қауіпсіз көлік тақырыбында сұрақ жауап. Көлікте өрт қауіпсіздігін азайту үшін дабылғаққыш орнатуға келісесіз бе? Әрине, Өрт дабылғаққышты орнату сізге сенімділік береді деп ойлайсыз ба? Иә. Дабылғаққыштың жұмысы сіз үшін маңызды ма? Әрине маңызды. Қосымша қауіпсіздік шараларын қолдануға сіз ашықсыз ба? Қосымша қауіпсіздік шаралары? Иә. Қосымша жарық немесе дабылғаққыш сіздің жүргізушілік тәжірибелеріңізді жеңілдетеді деп ойлайсыз ба? Иә. Осы жобаға байланысты өзімнің ұсыныстарымды айта кетсем, кез келген көлікке иісті датчик, яғни сигнализация қондыру міндеттелсе, көлікке арнайы иісті дабылғаққыш құрылғысы шығарылса, және соңғы ұсынысым бұл Маңғыстау облысы төтенше жағдай департаментінің бас маманының ұсынысы. Ол Маңғыстау облысы төтенше жағдай департаментінің тәулік бойына жұмыс жасайтын 112 диспетчеріне көліктің тікелей жанып отырғанын түсіп отырса, жүргізушілерге қараңғы уақытта көлікті жөндеуге және өрт қауіпсіздігін алдын алуға аз да болса өз үлесімді қостым деп ойлаймын.